Есімдегі съемкасы. Құрметті оқушылар, Әлжан ауылы тарихи музейіне қош келдіңіздер. Ескертіп айтайын, экскурсия менің осы бағытта жүреміз. Менің артымда тұрмаңыздар, айнаға қатты жақындамаңыздар. Мынау сызықтан ары қарай барлықтарыңыз, барлықтарыңыз бірдей көрінеді сол кезде. Құрметті оқушылар, Әлжан ауылы тарихи музейіне қош келдіңіздер. Осы тарихи музейдің экскурсия болады. Алишер Мұхаммедқалиұлы, Алишер деп атсаңыздар болады. Мен құрметті оқушылар, енді бұл еліміздің тұңғыш президенттің анасы Әлжан анамыз. Неге бұл ауылдың аты Әлжан ана деп аталды? Бұл ауыл, құрметті оқушылар, ілгеріде 1905 жылдар аралығында бұл жер құрметті Қасық ауылы деп аталған екен. Енді Қасық деп неге аталды деген сұрақ туындайды. Бұл ауыл, құрметті оқушылар, Кенесары Қасымұлы соңғы шабуыл шайқасы уақытында осы ауылда Қасыққа қалып кеткен екен, тамақ ішетін Қасығы. Енді тағы бір аңыздарда бұл жерде, құрметті оқушылар, ауыл тұрғындары алғашқы көшенің құрылысын Қасыққа ұқсатып салған екен. Енді тағы бір аңызда, құрметті оқушылар, бұл ауылда бір саудагерлер Қасық жасаумен айналысқан екен, сөйтіп оны сатқан екен. Осылайша үш түрлі дерекпен бұл ауылдың аты ілгеріде Қасық ауылы деп аталған еді. Ұжымдастыру уақытында бұл жер, құрметті оқушылар, талапты совхоз болған еді. Кейін Қасық ауылы қайттан беріліп, 2017 жылдан бастап Әлжан ана атауы берілді. Неге ол кісінің атауы берілді? Еліміздің тұңғыш президенттің анасы дәл осы өңірде 1910 жылы Қасық ауылында, бұрынғы қазіргі Әлжан ауылында дүниеге келген. Яғни еліміздің тұңғыш президенттің анасының нағашыларының ауылы. Мынау тұрған тас диірмен. Білесіздер ме бұл не екенін? Тас диірмен өзегіне бидай өткізіп, бұны айналдырған уақытта ішінен диірменнен ұн шығатын болған, құрметті оқушылар. Бірақ бұл тас диірменнің ерекшелігі еліміздің тұңғыш президенттің анасы өзі қолданған. Яғни еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы тас диірменнен шыққан дәмді тамақтарды осы арқылы жеген екен, құрметті оқушылар. Сол кісінің көзі, түсінікті ма? Ал құрметті оқушылар, Балжан Бөлтірікқызы. Балжан Бөлтірікқызы Жамбыл облысы Қордай ауданында 1921 жылы Қасық ауылы дүниеге келген. Яғни осы ауылда. Бұл кісі кім? Қазіргі таңда номер 4-ші мектеп атауы осы кісінің атына аталып еді. Және бірнеше көше атаулары Балжан Бөлтірікқызының атына аталады. Құрметті балалар, Балжан Бөлтірікқызы Қазақ КСР-ның білім және ғылым министрлігі болған. Құрметті оқушылар, Қазақ КСР-ның сыртқы істер министрлігі болған азаматшамыз осы Қасық ауылындағы 100 жылдық тарихы бар мектепте 7 жылдық білім алған. Қазіргі таңда бұл кісінің балалары онда, яғни әскери ұйымда жұмыс атқарады, құрметті оқушылар. Балжан Бөлтірікқызы қазіргі таңда осы ауылда көше атауы берілген, Қордай ауданында көше атауы берілген, және де Қордай аудандағы мектептің атауы Балжан Бөлтірікқызы аталған. Құрметті оқушылар, бұл кісі жақсы оқыған білімнің арқасында Қазақ КСР-ның сыртқы істер министрі және білім ғылым министрі болған азаматша алғашқы. Құрметті оқушылар, сіздер де жақсы оқысаңыздар, бәлкім осындай керемет тұлға боласыздар. Ол үшін оқу керек.